Сәлем достар, бүгін сметанник пирогын жасауды ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бәлішіміз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Алдымен құрғақ заттарды қосып аламыз. 250 грамм ұнға, 100 грамм қант, 1 ас қасық разрыхителді сары майымызды қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Bir жұмыртқаны қосамыз. Жақсылап араластырып, қамыр болғанша араластырамыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмамызды дайындап аламыз. 500 грамм қаймақты қосып, оған 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне 100 грамм қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластыруға болмайды. Барлығын бір құрамды болғанша араластырамыз. Шамалы ванилин қостым, оны қоспауыңызға да болады. Формамызға пергаментный бумаганы төсеп, майлап аламыз. Қамырымызды жақсылап жайып, тегістеп аламыз. Жан жағын көтеріп, қасықпен немесе вилкамен тегістеп аламыз. Дайын болған қамырымызға салмасын құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутта пісіріп аламыз. Пирогты 2 сағаттай суытамыз. Жақсылап суу керек, содан кейін бірақ формадан аламыз. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Рахмет сізге.